Самұрық қазына өкілдері Жапония елмен келіссөз жүргізуде. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстанда атом электр станциясын салу. Нысан құрылысын бастау үшін арнайы жұмыс тобы құрылған. Оған қор компаниялар тобының мүшелері еніп отыр. Я думаю, что она привлечет. Бұл топ үздік халықаралық сарапшыларды тартуы тиіс және құрылысқа тиімді орынды анықтайды. Содан кейін техникалық, экономикалық негіздемені әзірлеу шараларына кіріспек. Негізі самұрық қазына үшін Жапон компаниясымен бірлесіп жұмыс істеу маңызды. Өйткені бұл елдің өкілдері ең озық технологияларға ие. Бұған дейін жапондық мамандар елімізде күкірт қышқыл зауытын салуға және Степногорск қаласындағы сирек металдар өндірісін бастауға атсалысқан. Жалпы экономикалық және инвестициялық қарым-қатынастарды дамыту мақсатында жол картасы әзірленді. Жол картасына сәйкес жеке жобалар қазір жақсы даму үрдісін көрсетуде. Біз олардың стратегиялық жағынан табысты іске асатынына сенім артамыз. Жол картасының өркендеуін бақылау үшін осында келдік. Қазақстан мен Жапония арасындағы дипломатиялық қатынастың орнағанына 20 жылдан асты. Қазір 10 шақты инвестициялық жоба қолға алынған. Әсіресе атом энергетикасы жіті назарда. Бұл саладағы әріптестік Жапон нарығында мүмкіндіктерімізді арттыруға әрі отандық отын өндірушілерге тың технологиялық әдістемелерді жеткізуге септігін тигізбек.